Қайырлы кеш, құрметті WordPress курсының қатысушылары. Біз курсымызды жалғастырамыз. Бүгін екінші сабақ. WordPress қозғалтқышымен танысу, шаблондар мен плагиндер. Жалпы шаблон және плагин дегенге келетін болсақ, шаблон деген сөз бұл жерде сізде мысалы өзіңіздің сайтыңызды құрастырған кезде сізде дайын шаблондар болады. Яғни қазіргі кезде WordPress қозғалтқышында шамамен 10 мың және де 10-15 мың көлемінде дайын шаблондар бар. Және де сіз мысалы өзіңіздің сайтыңызды дизайнын, яғни шаблон деген ол дизайн ғой. Дизайнын құрастыру үшін сіз ешқандай да код жазбайсыз. HTML, CSS тілдерін меңгерудің де қажет жоқ. Алайда білсеңіз, тіптен де жақсы. Бұл тілдер арқылы сіз шаблондарды өзгерте аласыз. Бірақ алайда қазіргі кезде көптеген дайын шаблондар өздерінің керемет дизайндарымен бізге сайт құрастыруға өте керемет мүмкіндіктер ашады. Және де енді плагиндер жайлы айтатын болсақ, плагиндер дегеніміз бұл жерде мен екі суретті қойдым, көлікпен және құралдардың суретін қойдым. Бұл жерде көлік дегеніміз ол шаблон, ал құралдар ол плагин. Яғни көлік ол сіздің дизайныңыз, сіздің сайтыңыздың көрінісі, ал құралдар бұл плагин. Жалпы сіз осы құралдардың көмегімен көлікті жөндейсіз, көлікті өзгертесіз, кейбір жерлерін сынса мысалы қайтып жөндейсіз дегендей, сіз мысалы плагиндердің көмегімен осы құрған шаблондарыңызды мысалы функционалды бере аласыз, яғни оны мысалы тірілте аласыз, логикалық мүмкіншіліктер енгізе аласыз. Бір сөзбен айтқан кезде сіз өзіңіздің шаблоныңызды қажетіңізге қарай пайдалана аласыз, яғни өзгерте аласыз. Енді практикаға көшетін болсақ, өткен сабақта біз сіздермен бірге хампты орнатқан болатынбыз. Біз әрдайым сіздер компьютерлеріңізді қосқан кезде ең алдымен сіздер міндетті түрде хампты қосуларыңыз керек. Осы сіздердің құрған сайттарыңыз жұмыс жасамайды. Ол үшін біз хамп control деген алдыңғы жолы құрған ярлыкымызға кіреміз. Бұл жерден Apache дегенді қосамыз, MySQL дегенді қосамыз. Яғни бұл жерде Apache бұл біздің сервер, ал MySQL бұл біздің мәліметтер қоры. Енді егер де сіздерде бұл ярлык болмаса, сіздер хамптың директориясына қарай өтесіздер. Ол үшін біз хампты орнатқан директорияға өтеміз. Мен оны Windows хамп деген папкаге және бұның ішінде ең астына өтеміз. Міне бұл жерде 3 ярлыкты көріп отырмыз. Бұл жерден хамп control деген ярлыкқа өтесіздер. Осы арқылы жаңағы ашылған файлды қосамыз. htdocs деген папкаге өтеміз. Бұл папканың ішінде сіздердің проекттеріңіз сақталып тұрады. Және де біз браузерге өткен кезде біздің проектіміздің аты test.ru. Браузерді ашамыз, localhost /test.ru. Міндетті түрде біздің папканың аты қандай, сондай қылып жазамыз. Еш өзгертусіз. Және де осы орнатқан проектімізді ашамыз. Және де келесі кезекте бүгінгі сабақ жоспары бойынша біз ең алдымен WordPress платформасымен танысамыз. Міне көріп отырғандарыңыздай, бұл WordPress-тің стандартты шаблоны, яғни өзінің ішкі орнатылған шаблоны. Жаңа айтып өткендей, бұл көлік. Яғни бұл сіздердің шаблондарыңыз. Енді келесі кезекте бұл жерде мынандай менюді көріп отырмыз. Бұл жерде сіздер мысалы тест бұл біздің сайттың аты. Бұның ішінде консоль, темы, виджеты, меню деген нәрселер бар. Біз ең алдымен консольға өтеміз. Және де біз WordPress-тің ішкі настройкаларына өтеміз. Ең алдымен бұның ішінде бұл қош келдіңіз деген WordPress-тің беті. Келесіге өтетін болсақ, записи менюіне өтетін болсақ, бұның ішінде сіздердің барлық посттарыңыз сақталып тұрады. Яғни барлық, бір сөзбен айтқанда, барлық жаңалықтарыңыз. Мысалы, жаңа
вкладка ашсам, бұның ішіне localhost test.ru ашамыз. Міне, бұл жерде мысалы көріп отырғандарымыздай привет мир деген бір біздің пост, яғни бұл жаңалық. Міне, бұл жаңалықтардың тізімін көрсетеді. Сіз мысалы бұның ішінде өшіре аласыз, немесе өзгерте аласыз, свойствосын көре аласыз. Кәне өзгертіп көрейік. Өзгертетін болсақ, изменить батырмасын басамыз. Жаңа форма ашылады. Бұл өзгертетін форма. Бұл міне біздің титулка, привет мир деген. Енді бұны қазақша жазайық. Сәлем әлем. Міне мына жерде астында жазылған бұл описаниясы, яғни жаңалықтың описаниясы. Бұны сіздер алып, мысалы, былай өзгерте аласыздар. Өздеріңіз не жазылғаныңыз келеді, өздеріңіз білесіздер. Ал енді келесі кезекте бұл жерде свойстволарын өзгерте аласыздар. Яғни, мысалы, видимость деген жерден кімдерге көрінеді? Барлық пайдаланушыларға көрінеді, немесе личный деген таңдасаңыздар, тек қана администраторлар мен редакторларға көрінеді. Яғни сіз және сіздің жұмыскерлеріңізге ғана көрінетін болады. Және де изображение записи дегенге өтетін болсақ, бұл жерде сіз мысалы осы жаңалыққа сурет енгізе аласыз. Кез келген сурет. Мысалы орнатып көрейік. Бұл жерде мысалы библиотека файлов дегенде сіздің барлық суреттеріңіздің кітапханасы ашылады. Бізде әзірше ешқандай да сурет жоқ. Сол үшін біз суретті жүктейік. Ол үшін выберите файлды таңдаймыз. Суреттер ашылды. Енді келесі кезекте мысалы кез келген бір суретті аламыз. Мына бір суретті таңдайын. Мына жерде сіздер мысалы атрибуттарды көрсете аласыз. Яғни мысалы суретке тінтуірді әкелген кезде астында шығып тұратын жазу. Бұл атрибут alt деп аталады. Бұл жерге мысалы былай жазайық. Пейзаж. Және де бұл негізі қатты міндетті де емес. Өздеріңіздің еріктеріңізге қарай байланысты. Бұл жерде мысалы описаниясын көрсете аласыздар. Және де сілтемесін өзгерте аласыздар. Бірақ та бұл жерде ешнәрсе өзгертетін маңызы жоқ ешқандай да. Біз келесі орнатуға көше берсек болады. Және де енді келесі кезекте постоянно ссылка деген бар. Бұл осы сілтеме бойынша, яғни бұл сіздің постыңыздың сілтемесі. Рубриканы көрсете аласыз. Біз әзірше ешқандай да рубрика енгізген жоқпыз. Жаңа рубрика енгізсек болады. Ол үшін мысалы осы рубриканың атын енгіземіз. Мысалы жаңалықтар және де добавить дегенді басамыз. Аны өшіріп тастай саламыз. Міне жаңалықтарды таңдаймыз. Келесі кезекте бұл жерде меткеде бұған мысалы қандай деп жасақ болады? Табиғат деп. Міне, және де мысалы пейзаж дегендей. Интерді басамыз. Келесі обсуждениеға өтетін болсақ, бұл жерде мысалы разрешить комментарий дегенді бассаңыздар, кез келген осы сайт пайдаланушылары астына комментарий қалдыра алады. Өшіріп тастасақ қалдыра алмайды. Сосын астында мысалы ескертулер қалдыра алатын болады. Келесіне өтетін болсақ, свойство записиға өтетін болсақ, шаблон. Бұл жерде шаблон таңдай аламыз. Мысалы шаблон на всю ширину страницы деген таңдасақ болады. Яғни біздің жаңалығымыз осы біздің экранның ұзындығы, яғни ұзындығы бойынша барлық ұзындықты қамтитын болады. Немесе обложки деген таңдасақ, бұл жерде тек қана осы біз берілген бойынша ғана қамтитын болады. Немесе по умолчанию қойсақ, өзінің экранның еркіне байланысты өзі таңдайды. Бұл жерде де өзгертудің маңызы жоқ. Келесі обновитті басамыз. Бұл жерде өзгерді. Енді келесі сайтқа өтеміз. Сайтты обновить етеміз. Міне, көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде біз өзгерткенде өзгерді. Мынау бұл сурет, және де шыққан датасы, комментариялар, автор кім, және де біз өзгерткен титулка,
және де біздің меткалар, яғни пейзаж, табиғат, описаниясы және де жаңалықтар рубрикасында жарияланды. Енді келесі кезекте WordPress-ке өтетін болсақ, келесі настройкалармен танысайық. Бұл жерде рубрика дегенге өтетін болсақ, бұл жерде біз жаңа рубрикалар енгізе аламыз. Міне жаңа біз жаңалықтар рубрикасын енгіздік. Бұл жерде бұл өзінің, яғни стандартты рубрикасы болып табылады. Бұның да негізі кей жаңалықтар егерде өзінің рубрикалары болмаса, осы без рубрики деген автоматты түрде таңдалатын болады. Және де біз жаңасын енгізсек болады. Мысалы, жаңалықтар, одан бөлек, мысалы, мынандай рубрика енгізсек болады. Оны көлік деп атайық. Яғни тек көлік жаңалықтар ғана берілетін болады. Және де келесі ярлык дегенге оған тимейміз. Родительская рубрика дегенге, мысалы, жаңалықты таңдасақ болады. Описаниясы, мысалы, бұл не жайлы? Бұл рубрика көлік жайлы деп жазсақ болады. Добавить батырмасын басамыз. Міне, көріп отырғандарыңыздай жаңа рубрика қосылды. Және де сіздер оны өзгерте аласыздар, свойстволарын көре аласыздар. Міне, описаниясын көре аласыздар. Не жайлы екенін. Міне, записи деген колонкада қанша жаңалық осы рубрикада тұрғанын көре аласыздар. Қазіргі кезде жаңалықтар рубрикасында жаңа ғана қосылған осы бір постымыз тұр. Енді келесі меткеге өтетін болсақ, бұл жерде жаңа біз енгізген осы меткалар бейнеленеді. Бұл мысалы пейзаж, табиғат, және де қанша жаңалық бар екенін, описаниясы, және де жаңаларын енгізсеңіздер болады. Енді бұл да дәл сол рубрика секілді түсінікті деп ойлаймын. Енді медиа файлға өтетін болсақ, біздің барлық суреттер осы жерде тұрады. Яғни біз жаңа жаңалықта осы суретті енгіздік қой. Осы жерден сіздер, яғни бір сөзбен айтқанда, суреттер базасы деп аталады. Бұл жерден сіздер барлық суреттеріңізді сортировка жасай аласыздар, аудио, видео деп уақыты бойынша іріктей аласыздар, енгізе аласыздар жаңасын. Добавить новыйды бассаңыздар, жаңа сурет әкеле аласыздар. Енді келесі страницаға өтетін болсақ, бұл жерде сіздің осы сайттарыңыздың барлық беттері бейнеленеді. Яғни бізде қазіргі кезде 2 бет бар. Яғни орысша айтқанда страница, пример страницы деген. Яғни біздің қазіргі кезде осы страница ашық тұр. Бұл мысалы стандартты бет. Жаңа бет қоса аламыз, добавить новый деп. Немесе өзгерте аламыз, өшіре аламыз. Және де оның ақпарат ала аламыз, кім қосқанын, қай редактор ма, админ ба, қашан қосқанын, және де оған мысалы іздеу істей аламыз. Мысалы бізде мысалы 50-60 шақты бет болса, біз соның ішінде осы поискқа жазу арқылы өзіміздің қажетті страницамызға қол жеткізе аламыз. Және де бізге қазіргі кезде бұл страницалар негізі қажет емес. Бұларды өшіріп тастай салсақ та болады. Удалить корзину дейміз. Применить дегенді басамыз. Міне бұл страницалар қазір өшеді. Өшкеннен кейін бар корзинаға кірсеңіздер, бұл страницалар негізі уақытша осы себепте тұратын болады. Бұл жерден де өшіріп тастасаңыздар, мәңгілікке, яғни қайтып қалпына келмейтіндей қылып өшетін болады. Міне удалить навсегда батырмасы тұр. Енді келесі кезекке өтейік, комментарий осы менюіне өтетін болсақ, бұл жерде біз осы сайтымыздағы барлық осы пікірлердің тізімін ала аламыз. Пікірді кім қалдырды, пікірде не жайлы, яғни пікірдің текстің, және де қай постқа қалдырғаның, қашан қалдырғаның, барлық мәліметтерді біле аламыз. Және де ұнамаған пікірлерді өшіріп тастай аламыз, немесе спам деп, яғни банға жібере аламыз. Мысалы, жарнама болсын, или қатысы жоқ, офф-топ комментариялар болса, және де оның свойствосын көре аламыз. Көп мүмкіншіліктері бар. Енді келесі внешний вид батырмасына өтетін болсақ, бұл жерде біздің
осы сайттың темаларын көре аламыз, яғни шаблондарды. Бізде қазіргі кезде стандартты түрде осы WordPress-тің шаблоны орнатылған. Бұл жерде және де басқа да шаблондар бар. Мысалы, мына шаблонды қосатын болсақ, біздің осы алғашқы бетіміз өзгеретін болады. Яғни, мысалы, обновить етейік страницаны. Міне, шаблон уже басқаша өзгерді. Көріп отырғандарыңыздай. Және де бұдан бөлек, негізі жаңа да шаблон қосуға болады. Ол үшін добавить батырмасын басамыз. Мына жерде мыңдаған шаблондар бар, тегін түрде, ақылы түрдегі шаблондар да бар. Егер де сізде мысалы ұнамаса ешқайсысы, сіз ақылы түрдегі шаблонды сатып алсаңыз болады. Алайда тегін түрдегі шаблондарда меніңше өте керемет, әдемі. Осылар да бізге жеткілікті. Бұның ішіне мысалы біз кез келген шаблонды таңдасақ болады. Мысалы, мына бір шаблонды көрейік. Описанияға бассақ, осы шаблонның біз описаниясын көре алатын боламыз. Мына жерде шаблонның осы тексті берілген. Қалай бейнеленгенін мысалы көре аласыздар. Мына жерде новостилар, яғни жаңалықтар тізімі, алғашқы бет. Осыны орнатып көрейік. Установить батырмасын басасыздар. Шаблон автоматты түрде орнатылатын болады. Шаблон сәтті орнатылды. Енді келесі кезекте X батырмасын басамыз. Темаға өтеміз. Және де бұл жерде біздің орнатылған шаблондардың осы тізімі бар. Қазіргі кезде біз орнатылған шаблонды біз активировать батырмасын басуымыз керек. Бұны баспасақ, біздің қазіргі кездегі активті, яғни осы WordPress-ның стандартты шаблоны қосылып тұр. Бұны өшіру үшін активировать батырмасын басамыз. Сәтті орнатылды. Енді келесі кезекте өтеміз сайтқа. Сайтты обновить етеміз. Міне, біздің шаблон орнатылды. Міне, қараңыздаршы, қандай әдемі шаблон. Бұл жерде біздің жаңалығымыз тұр. Осы жаңалыққа өтсек, біз осы жаңалығымызды толықтай оқи аламыз. Астында комментарий оқи аламыз. Комментарий қалдыра аламыз. Тіпті отправить батырмасын бассақ, комментарий жіберіледі. Жоғары көтереміз. Міне біздің қалдырған комментарий. Енді келесі кезекте біз мысалы настроить батырмасын бассақ, бұл жерде біз орнатылған шаблонның настройкаларын өзгерте аламыз. Яғни оның ішіне мысалы осы шаблонның титулын, яғни атын, описаниясын және басқа да настройкаларын өзгерте аламыз. Навигация батырмасына өтеміз. Бұл жерде бірінші батырманы басамыз. Отображать верхнюю панель деген батырманы бассақ, біздің компанияның мәліметтері осы сайттың жоғары жағында тұрады. Яғни Instagram, Facebook парақшалар, номер, адрестер осы сайттың жоғары жағында тұратын болады. Келесі тип. Бұл жерде біз осы панельдің типін көрсете аламыз. Настроить инфоны басамыз. Міне көріп отырғандарыңыздай, бұл компанияның адресі. Яғни біз өзгерте аламыз. Мысалы, бұл жерге жазайық Алматы. Және де кез келген бір мысалы көшені жазсақ, мысалы Абай көшесі, мысалы 142-ші үй. Және де иконкасын өзгерте аламыз. Мысалы, бұл сурет сіздерге ұнамаса, басқасын қоя аласыздар. Қызыл түс болсын, мысалы кез келген түстегі. Және де номер телефон. Мысалы, бұны аламыз. Номер телефонды, мысалы, бұлай кез келген номерді жаза салсақ болады. Келесі почта. Поштаны өзгерте аламыз. Мысалы, мен алып өзім поштамды жазайын. gmail.com. Енді келесі кезекте жабамыз. Міне, көріп отырғандарыңыздай өзгерді. Келесі кезекте әлеуметтік желілерді өзгертетін болсақ, бұл жерде ең алдымен Facebook парақшамызды енгізсек болады. Сосын кейін астында Twitterді енгізсек болады. Немесе Twitter'леріміз жоқ болса, мына батырманы бассақ, алып тастасақ болады. Instagram парақшаларымызды
Google плюс, яғни Google парақшамызды енгізсек болады. Жалпы бұл жерде түсінікті деп ойлаймын. Бұл жерде енді келесі ол настройка, ол общий настройка дейді. Жалпы осы сайттың настройкалары, бұл жерде свойства батырмасына өтетін болсақ, біз өзіміздің мысалы логотипті бере аламыз. Бұл жерде мысалы мына суретті таңдайтын болсақ, бұл біздің сайтымыздың логотипі ретінде мысалы алсақ болады. Немесе өздеріңіздің логотиптеріңіз болса, кез келген логотипті алып, мысалы осы тест сөзінің орнына сіздердің мысалы логотиптеріңіз тұратын болады. Келесіне өтетін болсақ, название сайта дегенге өтетін болсақ, бұл жерде біздің мысалы осы сайттың есімін берсек болады. Мысалы бұл жерде тест емес, мысалы кез келген ат берсек болады. Мысалы Audi деп жазсақ болады. Мысалы және де мысалы сайттың астындағы описаниясын берсек болады. Бізбен бірге керемет деп, мысалы кез келген заголовок берсек болады. Бұл жерде мына көріп отырғандарыңыздай астына осы описание шығатын болады. Және де келесі настройкаға өтетін болсақ, біз түс берсек болады. Бұл енді осы WordPress-ің Pro версиясында ғана қолжетімді. Қосымша стиль берсек те болады. Одан кейін мысалы оптимизация жасақ болады. Бұның бәрі негізі қатты қажет етпейді негізі. Қажеттілік жоқ бұлда. Меню батырмасына өтетін болсақ, бұл жерде мысалы біз осы сайтқа мысалы меню қоссақ болады. Яғни мысалы менюдің атын береміз. Мысалы main деп, яғни басты меню. И мына жерде основной меню дегенді таңдаймыз. Далее батырмасын басамыз. Енді келесі виджеті батырмасына өтетін болсақ, бұл жерде өтеміз. Поиск батырмасы, яғни міне бірінші көріп отырғандарыңыздай, бұл іздеу батырмасы. Бұл жерде мысалы жаңалықтар, комментарий, кез келген нәрсе іздеуге болады. Өшіріп тастасаңыздар да болады. Енді келесі кезекте свежие записи дейді. Бұл жерде жаңа жаңалықтардың тізімі. Яғни бұл жерде сіз мысалы бесеу емес, үшеу көрсететіндегі өзгертсеңіздер болады. Мысалы мына жерден өзгереді. Және де шыққан уақытын көрсетсеңіздер болады. Қай уақытта шыққанын осы жаңалықтың. Ал одан кейін барып жаңа мысалы комментарийлер астында тұрады. Мысалы комментарийлардың тізімін көрсетеді. Яғни бұны мысалы өшіріп тастасаңыздар да болады. Архивті көрсетеді. Мысалы архивтегі посттарды және де басқа да нәрселерді көрсетеді. Бұны да мысалы өшіріп тастасаңыздар болады. Қатты қажет жоқ. Келесі рубрика батырмасында бұл жерде жаңалықтардың рубрикалары көрсетіледі. Яғни блогтардың қай жанрдағы жаңалықтар екенін көрсетеді. Келесі кезекте мета менюінде бұл жерде қосымша функционалдықтар, яғни сіз мысалы аккаунтқа кірсеңіз шықсаңыз болады, немесе лента записи, яғни жаңалықтар тізімі, комментарийлер тізімі, сайтпен мысалы басқарсаңыз болады. Бұны мысалы өшіріп тастасақ болады. Енді келесі кезекте біз енді келесі настройкаға өтетін болсақ, өтпестен бұрын біз ең алдымен опубликовать батырмасын басамыз. Әйтпесе баспасақ, біз жасаған барлық өзгерістер сақталмайтын болады. Міне келесі кезекте енді өзгертілді, жаба салсақ болады. Ал енді келесі настройкаларға өтетін болсақ, бұл жерде виджетті біз өзгерттік. Меню батырмасын бассақ, бұл жерде біздің меню көрсетілген. Міне main деп біз бағана қосқан болатынбыз. Меню батырмасында біз осы менюға элементтер енгізсек болады. Бізде әзірше ешқандай да бет жоқ. Сол үшін де біз ешнәрсе енгізе алмаймыз қазір. Келесі батырмалармен біз сіздермен танысқан болатынбыз. Енді келесі плагинға өтетін болсақ, бұл жерде жаңа бағана айтып өткендей құрал жабдық, яғни біздің шаблонға беретін функционалдық кітапханалармен танысатын боламыз. Бұл жерде бізде екі плагин орнатылған. Біріншісі антиспам, екіншісі Hello Dolly. Біріншісінде антиспам плагині бізде осы жарнамаға қарсы, яғни зиянды пікірлер болсын, хабарламалардан біздің блогты қорғайтын болады. Енді келесі кезекте добавить новый батырмасын бассақ, бұл жерде сіздер жаңа плагин қоса аласыздар. Қазіргі кезде
WordPressте шамамен 55 мыңға жуық плагиндер бар. Ал сіздер мысалы жаңа плагин бұл жерден жүктей аласыздар. Енді әр плагин әртүрлі қызметке арналған, оның толық тізімін сіздер WordPress'ің ресми сайтынан қарай аласыздар. Келесі пользователь батырмасына өтсек, бұл жерде осы блоктың барлық пайдаланушылардың тізімін ала аласыздар. Ол админ болсын, редактор болсын, пайдаланушы болса, клиент, соның барлығын тізімін шығарып береді. Имя пользователь дегенге соның логинін, одан кейін барып аты жөнін, поштасын, және де роль деген жерде ол администратор ма, редактор ма, немесе маркетолог па, пайдаланушы ма, соның ролін көрсететін болады. Және де записи колонкасында қанша жаңалық шығарғанын көрсетеді. Яғни қанша жаңалық құрастырғанын көрсететін болады. Ал енді келесі батырмаға өтетін болсақ, добавить нового дегенге бассақ, бұл жерде сіз жаңа пайдаланушы енгізсеңіз болады. Оған мысалы есімін, поштасын, және де сайты болса сайтын енгізесіздер, құпия сөз болса құпия сөзін енгізетін боласыздар. Бұл жерде енді стандарт түрде осындай құпия сөз автоматты түрде жазылатын болады. Сіздер оны өзгертсеңіздер болады. Оның бәрі өздеріңіздің еріктеріңізде. Және де ең соңында жіберген туралы осы хаттаманы соның поштасына хаттама жіберсеңіздер болады. Және де ролін таңдасаңыздар болады. Администратор, автор, редактор, немесе қатысушы, немесе подписчик екенін көрсетесіздер. Ал келесі ваш профиль батырмасына өтетін болсақ, бұл жерде біздің осы парақшамыздың профилін көре аламыз. Бұл жерде бірнеше настройкалар бар. Біз мысалы осы WordPress-ің түсін өзгерте аламыз. Мысалы жарық түс болсын, көк болсын, мысалы кофе тәріздес, оны енді өздеріңіздің талғамдарыңызға байланысты өзгерте аласыздар. Және де одан бөлек осы сайттың мысалы тілін көрсете аламыз. Ағылшын тілі ма, орыс тілі ма. Одан кейін барып мысалы бұл жерде аттарыңызды мысалы жазсаңыздар болады. Толық аттарыңызды және де тектеріңіздің, және де одан кейін барып мысалы қалай көрсететіндеріңіз, мысалы мына жерге есіміңізді енгізетін болсақ, мына жерде соны бізге таңдау берілетін болады. Міне мысалы Әлібек десек, мына жерде менің есімімді көрсететін болады. Ал келесі поштамызды мысалы өзгертсек болады. Одан кейін барып біз мысалы сайтымызды мысалы көрсетсек болады. Бұл жерде қазіргі кезде бізге локалды серверде тұр. Одан кейін барып біздің мысалы биографиямызды және де өзіміздің суретімізді қойсақ болады. Және де жаңа пароль мысалы енгізсек болады. Өзіміздің құпия сөзді өзгертсек болады. Және де басқа да осындай кішігірім настройкалар бар. Ал енді біз осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Ал сіздерге үй тапсырмасы ретінде осы WordPress-ің барлық настройкаларымен танысу, шұқылап көру, эксперимент жасау, және де одан бөлек біз осы құрған шаблон бойынша осының ішіне жаңа жаңалықтар енгізу осы шаблон бойынша, және де кішігірім өздеріңіздің мысалы суреттер қоясыздар ма, видео қоясыздар ма, кішігірім осы сайттың контентін өзгертіп, дизайнын өзгерту, және де басқа да настройкаларын өзгертіп, өздеріңіздің талғамдарыңыз бойынша шұқылап көріңіздер. Ал енді біз осымен сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.